Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Осыған дейін 3 видео түсірдім, және мен почти боянып кеттім, бірақ ол жерде менде кішігірім шынайылығым азайып кеткен екен. То есть арада бір искусственность қосылып кеткен екен. Сіздерге әдемі көріну үшін, сіздерге бір жағымдырақ көріну үшін. Сондықтан да мынау видеоны мен қайтадан жазып жатырмын. Сіздермен максимально шынайы болу үшін, максимально сіздерге пайдалы бір ақпарат беру үшін 2-3 осы тақырыпты сіздерге ашқым келді. Өйткені алдағы 3 видеода түсіріп жатқан кезде мен нені айтамын, не туралы сөйлесемін деген бір ой болған еді, және сол 3 видеоны түсіргеннен кейін менде қазір дәл осы тақырып шығып тұр. Бұл миссия, арман, предназначениемді қалай табамын, жалпы өзімнің ішкі әлемімді қалай танимын деген секілді сұрақтарға жауап бергім келіп отыр. Мен өзім қалай өтіп жатырмын бұл этаптардан, сол туралы жалпы сол ойлармен бөліскім келеді, инсайттармен. Өйткені мен соңғы 5 ай өзімді іздеп жүрген адам ретінде, өзімді по кусочкам собирать етіп жатқан адам ретінде сіздерге менің айтарым бар деп ойлаймын. Сондықтан да приятного просмотра. Егер де тіркелмеген болсаңыз, YouTube каналға тіркеліңіз, және мен сіздерге пайдалы ақпарат беремін деген үміттемін. Жалпы кішігірім танысайық, мен өзім туралы бір факт айтқым келіп отыр. Бұл менің есімім Дана, менің жасым 23-те, және мен эксперттерге сатуды үйретемін. Блогымда өзім пайдалы болып, эксперттерге қалай ключевой воронкада сатуға болады, сол туралы кішігірім ақпаратпен бөлісемін. Және мен туралы қызықты бір факт: менің мұрным қисық. Мен кішкентай кезімде садикте качелядан құлап, содан мұрным қисайып қалып кеткен. Сондықтан да мен ұзақ уақыт сөйлеген кезде менде отдышка болуы мүмкін, және ол видеода естілетін болса, мен кешірім өтінемін. Өйткені бұл енді қалайсың болады, менің барым осы. Сондықтан да отдышка болып қалуы мүмкін, немесе ентігіп қалуы мүмкін. Сол кезде түсіністікпен қарайсыздар деп ойлаймын. Жалпы мен қазіргі таңда Алматыға көшіп келгеніме 9 ай болды. Мен астаналық қызбын. Жалпы менің өзімді поиски себя деген путь, өзімнің арман мақсаттарымды, приоритеттерімді просто переанализ жасау үшін мен Алматыға көшіп келдім. Және қазіргі таңда мен өзімді, арман мақсаттарымды, өзімнің жолымды қайта жасап жатқаныма 4 ай уақыт болды. Жалпы менің Алматыға көшіп келгендегі мақсатым дәл осындай болды. Жалпы менің арман мақсаттарымды, өзімнің миссиямды табу үшін мен Алматыға көшіп кеткен болатынмын осыдан 1 жыл бұрын, бірақ дәл осы активный поискті мен тек қана соңғы 4 ай уақыт болды бастағаныма. Өйткені до этого мен 7-8 айдай мен наймда жұмыс жасадым, және офисный работник болып жұмыс жасадым. Енді қазіргі таңда мен өзімнің Алматыға көшіп келгендегі мақсатыма қайта оралып жатырмын. Өйткені 4 ай уақыт болды, мен активно өзімді іздеп, өзімнің приоритеттерімді, өзімнің арман мақсаттарымды қайтадан переосмысл жасап жатырмын. Жалпы өзіңді іздеу деген бұл өте үлкен жол, және бұл оказывается өмір бақи жалғасатын процесс екен. То есть сен өзіңді іздедім, таптым, өзімнің арман мақсатымды таптым деген секілді бір левелда тұрып қала алмайсың. Өйткені бұл оказывается образ жизни. Және мен бұл нәрсені қабылдаған кезде мне стало легче. Өйткені до этого мен өзімді жеп жүрген болсам, то есть неужели мен жасым 20-ға келіп, неужели мен жасым 21-ге келіп мен өзім таппадым, неужели ол солай болып қалады, неужели мен өмірден өзімді таппай кетемін деген секілді ой болған кезде, паразит ойлар, мен просто қазір бұл жолға тұрғаннан кейін менің қазір түсінгенім, бұл оказывается постоянный путь екен. То есть сен просто бұны өзіңнің рутинный тірлігің секілді, рутинный өмірің секілді өзіңмен бірге алып жүруің керек екенсің, және в моменте просто кайфовать етуің керек екенсің. Сондықтан да менің түсінген дүнием, қазіргі таңда маған ұнайтын дүние бұл тек қана блог жүргізу, және өзімнің жұмысымен айналысу, яғни сатумен айналысу. То есть менің жұмысым бұл қазір эксперттерге өзінің өнімін ключевой воронкада сатуды үйрету, және блог жүргізу, осылай YouTube жүргізу, Instagram жүргізу деген секілді дүниелер. Бұл менің миссиям болуы мүмкін бе? Мүмкін жоқ, бірақ қазір маған бұл нәрсе ұнайды. Және мен өзімнің миссиямды әлі өле-өлгенше іздеуге, және 40-50 жаста мүмкін мен бір инсайт алып, возможно, мен өзім миссиямды табармын. Және менің қазіргі миссиям бұл просто өмір сүру. Просто өзіме ұнайтын дүниемен айналысу,
өзімнің ешкімнің ала жібін аттамай, просто өзіме ұнайтын құндылықтармен, өзіме ұнайтын образ жизнимен просто өмір сүру деген секілді өзіме миссия қойып алғанмын. Енді қазір менде қалай жүріп жатыр процесс? Мен кішкентай кезімнен бері жалпы ютубты, инстаграмды көріп өскен қызбын. Сондықтан да маған Иван Гай, Саша Спилберг және кімді көретін едім тағы да. Дәл осындай ютуб блогерларды жалпы көп тамашалайтынмын. Сол кезде маған ол кісілердің өмірлерін көру, олардың рутинасын көру қатты ұнайтын. Сондықтан да мен қазір тоже, возможно, не идеально, және идеально болу керек деген мақсат жоқ. Сондықтан да сондай форматтағы видеоларды түсіріп, просто кайфовать етіп жүрмін. Сондықтан да құрметті ханымдар мен мырзалар, ханымдар больше, біз просто өзіміздің энергиямызды, өзіміздің ресурстарымызды өзіміз қалаған дүниеге қарай бағыттайтын болсақ, бізде рост болады. Және рост, білесіздер ме, мен ростқа ешқандай қазір фокус қойып жатқан жоқпын, бірақ ақырындап ол рост болып жатыр. Тұлғалық дамуымда болсын, ақшалай болсын, ол білмеймін, кез келген сфера, өмірімнің кез келген сферасын. Қазіргі таңда аптасына бір айда 4 рет психотерапевтпен жұмыс жасап жатырмын, және ол жұмыстың болып жатқаны уже осы айда 2-ші ай болады. Активно жұмыс жасап жатқаныма до этого психотерапевттерге баратынмын, бірақ белгілі бір запроспен ғана айына 1 рет деген секілді 2 айда 1 рет барып тұратынмын. Бірақ осы жолы мен просто бұл менің рутинам болғаннан кейін мен қазіргі таңда на постоянной основе психотерапевтпен жұмысты жалғастырамын, және бұл менің өмірімнің салты болады деген өзіме қағиданы просто миыма қондырып алдым. Вообще, не үшін менде миссия, арман, мақсат деген секілді сұрақтар пайда болды. Қызық жайтты айтып берейін сіздерге. Осыдан 3 жыл бұрын, возможно, 4 жыл бұрын менің есіме түсті. Оказывается, 22-ші немесе 23-ші жылы біз Құлан мектепбергеннің бір тренингіне барған болатынмын. Мен өзім жалғыз, мен ол кезде Астанада тұрамын. Астанадан Алматыға келіп, мен кәдімгідей сол тренингке қатысқанмын. Соңғы ақшамды төлеген едім, прям есімде ол нәрсе. Сестрамның үйінде тұрып, кейін ол кісімен 3 күндік тренинг болады. Сол жерде бір залмен кері байланыс уақытында залдағы бір кісі микрофонды алып, былай деп айтады. Сәлеметсіз бе, Құлан мырза, менің есімім Лейла, жасым 41-де, мен әлі өзім тапқан жоқпын деген кезде мен просто миым жарылып кетеді. Менің жасым ол кезде бір, может, 20-да. И мен не нәрсені түсіндім ол жерде, менде просто миымда сұрақ пайда болды. Қалай адам 40 жасқа келіп өзін тапуға болады деген бір ой келді. Бірақ қазір мен олай ойламаймын. Өйткені адам өзін өмір бойы да таппауы мүмкін, өзінің миссиясын, өзінің ішкі қалауларын. Бірақ бұл, оказывается, бізде өзіміздің рутинный тірлігімізбен біз өзіміздің ішімізге үңілуге уақыт болмайды екен. И оказывается, ол 41 жастағы әйел 41 жыл бойы өзіне уақыт болмаған. Өзіне үңілуге, өзімен сөйлесуге, внутренний яны, өзінің ішкі қалауларын естуге. Және ол уақыт енді болып жатыр. И у человека просто сформулировался такой вопрос. Бірақ адам түптің түбінде бұл сұраққа, бұл запросқа бәрібір де келеді. Сондықтан да біреуде ол солайна 40 жасында кеш басталуы мүмкін, біреуде ол ерте басталуы мүмкін, біреуде ол 16 жасында басталуы мүмкін. Және мен ойлаймын, қазір менде дәл осы путь, дәл осы жол ерте басталғанда өте қатты қуанамын. То есть ерте дегенде осы уақытта басталғанда мен өте қатты қуанамын. Сондықтан да, егер де бұл видеоны көріп отырған жан болса, сіз миссияңызды немесе өзімді іздеп жүрмін деген запроспен жүрген болсаңыз, пожалуйста, өзіңізді жемеңіз. Наоборот, өзіңізге дәл осындай бір жизненный ситуацияны осы видеоны көріп отыру арқылы сіз түсінген боларсыз, бәлкім, что адамдар миссия, путь немесе жол деген дүниені бұл әркімде әртүрлі уақытта басталады. Егер де сізде ондай запрос уже болған болса, миыңызда, онда сіздің жолыңыз енді басталып жатыр деген сөз. Және енді ары қарай просто сізге жүру керек деген сөз. Және ешқандай ожиданиясыз. Ол жолды сіз табуыңыз да мүмкін, ол жолды сіз таппауыңыз да мүмкін. Және ол it's okay.
Сондықтан да құрметті көрермендер, мен ойлаймын, бұл видео мен идеальный болу үшін жазған жоқпын. Мен просто хотела обналичить свои мысли, обналичить свои чувства, просто поделиться с вами, что происходит сейчас. Қазақша орысша болып жатқан ренжімеңіздер, мен өзім жалпы орыс тілінде ойланамын, бірақ қазақ тілінде сөйлегім келеді, өте қатты сөйлегім келеді, то есть таза қазақша сөйлегім келеді, бірақ иногда у меня очень плохо с этим получается. Тогда прошу любить и жаловать меня такую, какая я есть. Вот. Сондықтан да, білмеймін, ары қарай уже ойым шашыраңқы болып кетті. Мен аяқтайын. Адам өзіне аламын деген дүниесін алды деп ойлаймын. Сол, бұл просто бір сезіммен келген видео болды. Егер де өздеріңіз бір оймен, ішкі сезімдеріңізбен бөліскім келеді дейтін болсаңыз, директте немесе комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сол, немесе сын пікірлеріңіз болса да жазсаңыздар болады. Всех люблю, всех целую. Всем пока!